На госслужбе атта жаңа туынды жарық көрді. Тұсаукесер Өскеменде өтті. Көркем әдебиетті насихаттаушы шығарма авторы Жан Ақжанов. Ол Жайсаң мен Самира есімді кейіпкерлер арқылы мемлекеттік қызметшілердің мәселесін халыққа жеткізгісі келген. Бұл оқиға бұрындары менің студенттік шағымда деп басталатын кітап мемлекеттік қызметкердің оң имиджін қалыптастыруға бағытталған. Автор өзімнің мемлекеттегі қызметтегі достарыма арнадым деп жазған кіріспе сөзге. Көбі бұл салада қызмет атқаратын жандарда ешқандай проблема, еш қиындық болмайды деп есептейді. Бұл жаңсақ пікір дейді автор. Тіпті бұл еңбегін аяқтау үшін арнайы зерттеу жасап, елдің көптеген аймақтарына барған екен. Мына кітап біздің осы мемлекеттік қызметшілер туралы осы көркем кітап, именно көркем кітап жалғыз ғана Қазақстанда менің естуім бойынша. Енді бізге мына ең маңыздысы осы именно мемлекеттік қызметшілер қандай жұмыс істеп жатыр, қалай жұмыс істеп жатыр, жалақысы қанша, соның бәрі осы кітапта, осы көркем кітапта көрсетілген. Мен өзім ойлаймын, қоғам именно мына біздің салық туралы, мемлекеттік қызмет туралы бәрін білу керек. Сол кезде олардың ешқандай іштерінде сұрақтары да болмайды, сондай ашылады да. Халық үніне құлақ асатын мемлекет бұл президент тұжырымдамасы. Ал бұл кітап осы мемлекетке аз да болса тигізген пайдам дейді ол. Халық саяси сауатты болса, билік оған құлақ аспай қайда барады. Жан Ақжановтың кітап жазудағы тағы бір мақсаты да осы екен. Енді біз көтеру керекпіз ғой, президент айтып жатыр ғой, мәдениетті дамыту керекпіз, білімді көтеру керекпіз, дамыту керекпіз, соның бәрін істеу керекпіз. Енді мен өзім жазушы ретінде кітап жазып жатырмын, өстіп халықтармен, қоғаммен кездесу өткізіп жатырмын. Енді әр адамның біз жалғыз сөз ғана қалдырмау керекпіз, бұны іске не қылу керекпіз да, до конца өзіміз өткізу керекпіз. Өйткені жұмыс болмаса, просто тыңдап отыра берсек. Жан Ақжанов жастарға да сын айтты. Әлеуметтік желі, интернетте құр бос отыру уақыттың жауы. Артық білімді кітаптан іздеген жөн, деді ол шара барысында. Досжан Мұхамедқали, Александр Каримов, Алтай ақпарат.